Неге сіздің контентті енді подписчиктеріңіз көрмейді, олардан ешқандай реакция, лайк, комментарий жоқ. Оның бір ғана себебі бар. Егерде сіз обновлениені өтсеңіз, мені түсінесіз. Себебі Instagram енді TikTok сияқты болды. Представляете? Бұрындары біз қалай кіретін едік? Инстаграмға кіреміз, сол жерде, сол жақ батырманы басқан кезде өзіміздің подписчиктеріміздің контенті шығатын еді. Ал қазір мүлдем олай емес. Қазір сіз кіресіз, интересныйға кірсеңіз де, бұрынғы подписчиктеріңіздің контентін көрсеңіз де, қазір белгісіз аудитория шығады. Интересныйға жақын сізге контенттер ұсынатын болады, бірақ подписчиктеріңіздің контентін мүлдем көрмейсіз, немесе көруіңіз мүмкін, бірақ кейін егерде сіз аудиторияңызбен стористе жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, ол сізге шығады. Ал егерде жоқ болса, онда мүлдем сіздің контентіңізді көрмеуі мүмкін. Енді бұл обновлениенің бір жақсысы, егерде контентіңіз жақсы, стоящий болса, хук болса, Instagram жақсы көретіндей, жаңағы алғашқы 3 секундта удержание болатын болса, онда контентіңіз оның алдында подписчиктеріңізге көрінетін болса, енді қазір мүлдем басқа аудиторияға көрінеді, просмотр санын көбейтуге болады, одан кейін подписчик жинауға да мүмкіндік жасалынған дейді. Енді алдағы уақытта көріп зерттейтін боламыз. Сіздерге мұндай обновление қалай ұнап жатыр ма?